Так, ассалаумағалейкум тағы да баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай? Досым жақсы естіліп тұр ма? Түрім жақсы көрініп тұр ма? Кері байланыс беріп кетсеңіздер. Ветрянка емес пе? Ветрянка енді ол да болуы мүмкін. Жалпы қызылша, қызамық, жел шешек деген аурулардың дифференциальный диагностика дейді. Бір-бірінен ажырату диагностикасы қиындау. Жақсы білетін маман болмаса, врач болмаса, мен өзім де оны қартайтып ажырата алмаймын. Өзім ветрянкамен осы студент кезде 20 жастан асып қаласын бір ауырып өлейін деп қалғаным бар тұғын. Сондықтан да бір супрасин ішіп, басқа нәрсе қылып, ішіп, үйдегі неде емделіп кетпеңіздер. Врачтан барып көріңіздер. Ол айтады. Сәке. Так, даусым жақсы естіліп тұр, түрім жақсы көрініп тұр, құлағым жақсы естіліп тұр, Ой, құлағым жақсы естіліп тұрдың ғой. Жақсы қабылданып тұр, даусым. Бәрі жақсы болса, жақсы көрініп тұрса, жақсы естіліп тұрса, бір санын жазып кетіңіздер. Мойын желке ауруы. Қазір айтамыз, мойын желке ауруы дейді. Давайте, балалар массаж дейді. Қазір мойынның ауруы, желкенің ауруы, барлығына сұрағына жауап береміз. Ақбаян ханым дейді, бір дейді, все, жақсы. Интернет қатып атса айтасыздар, сосын қатып жатыр, естілмей жатыр деп. Кім Майра дейді. О, Майра ханым, саламатсыз ба? Мен инстаграмға эфирға шықпай қойып едім. Мен эфирді тек қана ютубқа салу үшін ғана не істеймін. Менде біраз уақыт тұра алмай қалған 19 ауыр болды, өйткені қызыл дақтар нені сүйек тез шығады, температура 38-40-тан түспейді. Солай болады. Жалпы кері байланыс бердіңіздер, рахмет, Алла разы болсын. Давайте сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мені танымайтын стриміма, эфиріма енді кіріп жатқан, YouTube парақшама енді кіріп жатқан адамдар болса, өзім таныстырып кетейін. Есімім Абилханов Бауыржан. 3 мамандығым бар, жалпы 3 сала бойынша, 3 бағыт бойынша Алланың қалауымен Аллаға бірін жақсы құл болуға ниет етіп келе жатырмыз. Осы 3 бағыт бойынша сіздерге пайдалы боламын. Бірінші, дәрігермін. Өмірімнің 9 жылын медициналық білімді алуға арнаппын. Екінші мамандығым психосоматолог. 4 жылдан бері осы психосоматикада білім алып, білім бөлісіп, оқытып, жеке терапиялар өткізіп келе жатқан жайым бар. Алланың қалауымен және де жақында осы 2 алдын жарыққа шыққан Тәніңді тыңда деген керемет кітаптың авторымын. Қазақ тіліндегі тұңғыш психосоматикалық кітап, алғашқы бірінші психосоматикалық кітап. Бұдан кейін енді болатын шығар. Қазақ тілінде бұдан басқа кітап таппайсыздар. Екінші мамандығым, үшінші мамандығым психолог. 2017-18 жылдан бастап психологияны оқып, терең зерттеп келе жатқан жайым бар. Дәл қазірдің өзінде мынау МИГИП дейді, Москвадағы Гештальт бағыты бойынша оқытатын университеттің оқушысы оқып жатқан жайым бар. Иншалла түлегі болам. Осы 3 бағыт бойынша сіздерге өте пайдалы бола алам. Кеттік. Мына жақтан TikTok-тан да, Instagram-нан да сұрақтар келіп жатыр. Давайте. TikTok-та кісілер жазыпты, желке, мойын ауруы депті. Одан кейін асқазан ауруы, изжога туралы айтыңызшы дейді. Все, кеттік. Қазір бірінші асқазан изжога ауруы жайлы айтамыз. Инстаграмдағы оқырмандардың өзі азғантай аяқменен даяқсыздар өзі. TikTok-та ғой бұл жақтағылар өте активный кісілер, мұны лайкты аямай басады, подарканы жібереді, эфирді поделиться етеді. Инстаграмдағы кісі мына Аль-Нази деген кісінің сұрағы: асқазан изжога мазалап жатса, дәл қазір өміріңізде сізді тітіркендіріп жатқан, жек көріп жатқан оқиға, адам бар, және ол нәрсені сіз қорыта алмай жатсыз, переваривать ете алмай жатсыз. Тітіркену, жек көру біріншісі. Екіншісі, стресс сезімін жиі сезінесіз. Дәл осы екі нәрсе, кейін депрессияға өтіп кетуі мүмкін. Дәл осы 2-3 нәрсе асқазанды өте қатты жеп тастайды. Мен мына кітаптың ішінде жазған, жалпы медициналық университеттің 3-ші курсында оқып жүргенде патологиялық анатомия деген сабақта мен ең бірінші асқазан ауруларының, гастрит, язваның себебінің 62% жағдайдағы себебі ол стресстен дегенде мен қатты таңғалғам. Дәл сол нәрсе менің миыма осы психосоматикаға келуге деген себептердің бірі болған, сигнал болған миыма осы. Кеттік. Асқазан ауруы келдік пе, естідіңіздер ма? Ол байың болуы мүмкін, әйелің болуы мүмкін, бастығың болуы мүмкін, қолыңнан келмей жүрген бір жұмыс болуы мүмкін, әртүрлі нәрсе болуы мүмкін. Кеттік. Келесі сұрақ. Дайынбыз ба? Қандай сұрақтарыңыз бар?
бар. Желке мойын ауруларына өтеміз ба? Бүгін оқырмандарым активный барлығы, Instagram, TikTok барлығы жақтан. Осы онкология ауру неден пайда болады? Көбейді, осыны онкология ауру туралы айтыңызшы. Жақсы, иә, бар дейді. Міне, Әлназия ханым, мына кітапты алыңыз, оқыңыз. Ішінде барлық емі иншалла жазылған. Операциясыз, дәрі-дәрмексіз 30, 40, 50, 60 мың, 100 мыңдап ақша құртпайсыз дәріге. Иншалла аласыз, 7800 теңге тұрады, оқисыз. Давайте онкология ма? Осы онкология ауру неден пайда болады? Көбейді осындай онкология туралы, ауру туралы айтыңызшы. Жақсы. Мен дәрігер ретінде айтайыншы, онкологияның шығу себебін медициналық тұрғыда толық зерттелмеген. Оған медициналық жағынан тоқталмаймын, мен психосоматикаға тоқталамын, өйткені неге? Мен басында өзім мамандығымды общий хирургияға тапсырғам, содан кардиохирургияны оқымақшы болған, мен кардиохирург болмақшы болған. Маған қиындықтарды, қиын сұрақтарға ой жүгірту, істеу қиындықтар ұнайды маған. Кайф береді ондай нәрселер. Сол үшін жүрек операциясы оңай емес, содан кардиохирург боламын деген. Кейін интернатура басталатын уақытта өз мамандығымды хирургиядан врач общий практикаға ауыстырған, леченияға. Өйткені өмірлік құндылықтарым, бағыттарым өзгергеннен кейін. Психосоматика не дейді? Онкология зақымдайтын қай жердің қай ағзаның онкология соны жазып кетсеңіз, онкология мазалайтын адамдар бұлар өмірінде өте ауыр бір оқиғаны бастан өткізген. Травма унижения, травма отвержения, өте көптеген травмалар бар. Және оларды ұзақ уақыттан бері арқалап жүреді. Ол нәрселерді ешкімге айта алмайды, ешкіммен бөлісе алмайды, мені ешкім түсінбейді, бәрі мен айтуға ұялам деген сияқты нәрселермен постоянно қорқып арқалап жүреді. И дәл сол травмалар, эмоциялар, чувство унижения ішінен бастап жей береді ол адамды. Гүлзира Құсайынова, рахмет, Алла разы болсын. Гүлзира ханым, эфирді поделиться етіпсіз. Достар, мына Гүлзира ханымнан үлгі алайық, эфирді поделиться етеміз. Пайдалы болады деген адамдарыңызға жіберіңіздер. Ертең ютубтан көріп отқан кісілер WhatsApp группаларға таратыңыздар, статустарға салыңыздар. Бұл жерде тегін, бірақ өте құнды нәрсе аласыздар. Алла қаласа оны өздеріңіз түсінесіздер. Жіберген адамдарыңыз рахмет, Алла разы болсын дейсіз сіздерге. Бір адамның өмірін сақтап қалуға, денсаулығын жақсартуға себепкер болып нәсіп етсін сіздерге. Сіз терапия жүргізесіз бе? Я терапия жүргіземін, бірақ менің терапиям арзан емес, қымбаттау. Жақында 2-3 ай алдын осы кітап шыққасын қымбаттап кетті. Давайте, лайк басамын. Цветочного түнде су почкаға зиян емес пе? Жоқ. Онда зиян емес. Мен әлі бері ұйықтамаймын. Неге? Менде аллергиям шығып, бүгін супрассиннің укол варианты бар, аллергопрессант деген. Соны ішкесін күні бойы ұйықтадым, шынын айтайын, демалдым. Сонымен әлі бері ұйықтайтын ойым жоқ, шынын айтқанда. Мен аллергиямның себебін, психосоматикалық себебін таптым, бірақ сторис айтқан жоқпын, Алла қаласа бөлісем. Мойын желке айтсаңыз, аяққа варикоз неден болады? Все, кеттік. Мойын желкені айтамыз ба бірінші, или аяқ варикоз айтамыз ба? Мойын желке дегендер 1 деп жазсын, варикоз ауру дегендер 2 деп жазсын. Ал басқа ауруды білгеніңіз келсе, оны жазыңыздар. Алматыдасыз ба дейді? Алматыда. Все, кеттік. Мойын мен желке ауруы. Атам қазақ оны бірақ ауыз сөзбен айтқан. Желкедегі қырсықтық дейді. Сплем дейді. Хорошо, что пыңыз Г болып жазылған жоқ. Ақгүл ханым, асықпаңыз, сәлем деп жазыңыз. Саламатсыз ба, қалайсыз? Хорошо, что сплем деп жазылыңыз. Г болып кеткен жоқ әлі де пыңыз. Қараңыздар. Мойын желке ауруы. Атам қазақ бірақ ауыз сөзбен айтқан, желкедегі қырсықтық дейді. Мойын ауыратын адамдар қырсық адамдар. Әлі отырысты жоқ, мен енді кірдім. Мойын ауыратын адамдар бұл қырсықтар, тәкаппар, өз ойынан қайта алмайтын, өзгенің алдында кішіре алмайтын, жол бере алмайтын адамдар. Біріншісі, екіншісі, бұл адамдар бірбеткейлігімен айналадағы адамдарға, оқиғаларға тез икемделіп кете алмайды. И ана айтады ғой, упертый как осел дейді ғой. Міне, вот сондай адамдар жайлы айтады. Мойын ауыратын адамдар упертый как осел дейді, орысша сөз бар. Жүрмейтін ешектер болады ғой, жем жегенше. Таяқта батпайды. Мен өзім ауылда ешектен жаман құлағаным бар. Мойыннан ұрасың, таяқты бүйтіп батырып ұрасың, әсер етпейді ғой. Сол сияқты ғой. Неге? Өйткені менің өзім мойын ауруымен өте 3-4 жыл бойы психосоматикаға келмей жатып көп ауырғам мен. Бизнеста жүргенде, әйеліммен қарым-қатынаста мен упертый как оселдің бірі болғам мен.
мен жасырмаймын, оны айтамын. Мен қарым-қатынас абьюзерде болғам. Алланың қалауымен Алла осы психология, психосоматиканы себепкер етіп, осы мінезіммен жұмыс істеп, қатыгез екенсіз есекті ұрып дейді. Енді атты да ұрады ғой, Масхутовна. Ой, ешекті атты ұрмасаң, ол тез жүрмейді, баса оң жағына кетіп қалады. Сізде бір запросымен келдіңіз ғой. Мен бір емес, менде запрос былай болған запрос менде. Осы нәрсені менде ең бірінші психосоматиканы естігенде сенбеген 9 жылдық медициналық білім отырып қалған ғой миға. Мынау үшін қыртқан әңгіме, сондай әңгіме деген мен, мынау мошенничество деген. Кейін түсінем ғой, менде протрузия, грыжа, варикоцелия, паховая грыжа, бас ауру, миозит, мойын желке тарту, көп аурулар болған. Алланың қалауымен солардың барлығын емдеп, олардан жазылғаннан кейін мен бұл ғылымға сеніп, осы ғылымды зерттеп, оқып, үйрене бастадым. Сенбесем мен оқымайтын едім ғой. Хотя осы психосоматика келердің алдында менің табысым ол кезде де не болмаған, аз болмаған, ол кезде де өте жақсы болған, Алланың қалауымен. Бірақ красавчик дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Саранхе деп қойсаңызшы. Так, мен сізді сыйлаймын. Рахмет. Байқаңыздар, красавчик адамдар менде мынандай нарциссттік черта болған менде, бірақ өзім нарцисс черта болған. Нарцисс адамдар қызғаншақ келеді, басқаруды қалайды и көбінше қарым-қатынас абьюзер болады. Үйлененсіз ба дейді. Үйленгем негізі, Самира ханым. Міне, жүзігім тұр. Просто мен мына қолыма сағатымда үйленбеген болсаңыз тиіп алайын деп беріңіз. Таспихымда, жүзігімді, сосын былай, сағаттарымды былай, неғымайымша қалтамнан кілттерімді шығарып тастаймын. Маған ұнамайды негізі. Бақытты болыңызшы, Әмин айтқаныңыз келсін. Так, намазхансыз ба дейді. Мен ол жайлы шын айтсам сөз қозғағым келмейді. Мен былай айтайын. Кейде намазханмын, кейде бейнамазбын, кейде кейнамазбын. Осы үшеуінің арасы намазхан, бейнамаз, кейнамаз, үшеуінің арасында ойнап жүремін, шынын айтайын. Ең бір нәрсе, мені тыңдағыларыңыз келсе, бұл кісі намазханды тыңдамаңыздар. Бұл кісі білімді, бұл кісінің білімі, тәжірибесі маған көмегі тиеді деп келіңіздер, намазханмын, дінді жамылатын мошенниктер өте көп, сондықтан мен ол дінді бір өзіме бір маркетингтік ход ретінде қолданғым келмейді, шынын айтайын. Энергияңыз күшті, Алла разы болсын. Бұл проработкадан өткеннен кейін бел омыртқа смещение позвоночника психосоматикасы қандай? Не болып еді? Құламап бердіңіз Бақыт Исламова. Құлау, тебу, ат теуіп алды, ешек теуіп алды деген жоқ па? Экранның арт жағынан сезіледі. Ой, менің жеке тренингтарыма, офлайн тренингтеріне келсеңіз, басыңыз айналып құлайсыздар. Нұрлан Еспанов айтпақшы, тілдеріңіз артқа кетіп қалып, көсеумен тартып аламыз арасында кей кездер, әйел кісілер. Жанып шығады ғой, жанып. Менде сол бейнамаз, кейнамаз, ол болады ондай нәрсе. Вниманияны жақсы көрмеу норма ма? Вниманияны жақсы көруде норма, жақсы көрмеуде норма. Жақсы көрмесеңіз интроверт болуыңыз мүмкін. Жақсы көрсеңіз экстраверт болуыңыз мүмкін. Адам бұл социальное существо, животное еді орысша, социальное животное. Біз қоғамдық жаратылыспыз. Біз білесіздер ме, түрмедегі ең қорқынышты, ең қиын жаза түрі карцерге қамау. Тар жерге қамап қояды. Бір өзің қаласың, жарық түспейді ол жерге. Отырасың сол жерге. Күн түн ауысып білмейсің, ешкіммен сөйлесе алмайсың. Міне, бұл нені білдіреді? Бұл адамға қарым-қатынас қаншалықты керек екенін білдіреді. Түсініңіздер ғой. Психологияны терең оқысаңыздар түсінесіздер. Карцер деген кішкентай жер, жататын жер жоқ, құр тұрып тұрасың. Тар жер болады, жарық келмейді, адамдарда дереализация басталады, күн мен түнде ажыратамай қалады, одан кейін деперсонализация болады. Олар тентек болып қалады. Жалпы адамдарды ментально, психика тұрғыда сындыруға тырысады. Біздің алаш зиялыларымыз сөйтіп сындырмақшы болған, бірақ сындыра алмаған. Нанның ұсағынан жаңағыдай мүсіндер, шашқы, шахмат істеп ойнайтын болған мына нәрсені сындырмау үшін. Ментальный здоровье адам арық салмақтан спокойно арылады, салмақты спокойно қосалады, олар дисциплина болады, самодисциплина болады. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тәртіпке бас иген құл болмас дейді, тәртіпті болады ол кісілер. Ақылды өз дейді. Қойыңызшы, Самира ханым, еркелете бермеңізші. Отырамай қалам атаумен.
сәлеметсіз бе, саламатсыз ба? Маманың тізесі ісіп жүре алмай жүр. Ол неден? Енді оны бірінші өздеріңіздің врачтарыңызға барасыздар, одан кейін ол сізге керек маманға жібереді, или аллергологқа, или білмеймін, дерматологқа жібереді. Жалпы суставтар кеткен болса, ортасындағы шауып жүрген сәйгүлікпін десеңізші дейді. Қайсының ортасына түсімен? Жоқ, мостик жасағанда болады дейді. Феншуйға суица көзқарасыңыз. Феншуй, суица деген нумерология, цифрология сияқты нәрселер ма? Мен нақты айтам, харам нәрселер ондай. Нумерология, цифрология харам нәрселер. Ислам діні не ете ма? Харам дей ма? Я адамды адастырушы дей ма? Ол нәрселерді вообще жоламаймын мен. Дінге не қайшы, мен ол нәрселерді вообще тыңдамаймын да, қолдамаймын да, білгім де келмейді. Знак зодиака, цифролог, нумеролог, суицай, бір жермен демалу, бір жермен жел шығару, дінге қайшы болса мен қарсымын ондағы. Қабақ хирургия брефоло жасату зиян емес пе? Зиян емес педен бұрын харам емес пе деп сұраған дұрыс болады. Сізге ол нәрсеге забит етіп тұрса, харам емес. Білесіздер ма, негізі пластический операция харам екені ислам дінінде. Оны бірінші имамдардан сұрайсың, ал ол нәрсеге пофиг болатын болса, жасата беріңіз. Конечно, ол бір зияны болады, анестезия болады, тағы басқа болады. Сәлеметсіз бе, саламатсыз ба? Мен айттым, оны оқыппын. Менің балам нервный, өте қызғаншақ, не істеуге болады? Маманға барсын, жеке терапевт өтсін. Өзгені қайдам, өзімнен қорқам деді. Ай, қап кетіппіз, варикоз қап кетті. Мені WhatsApp-қа қосамын деп едіңіз. Алла қаласа, WhatsApp-қа жаздыңыз ғой, кітап қолыңызға тигеннен кейін қосамыз, Алла қаласа. Денеге қышыма жара жөнінде айтасыз ба? Айтамыз. Кеттік, варикоз айтайық, давление дейді. Қайсы айтамыз? Варикоз деген бір деп жазсын, протрузия, грыжа дегендер екі деп жазсын. Ал мына жердегі тағы үшінші ауру қандай еді? Давление дегендер 3 деп жазсын. 2 көп екен, 1 де көп екен. Псориаз туралы дейді. Біріншісі не еді? 1 де 2 де көп екен. 3 де 3. Төмен давление. Все, кеттік. Біртіндеп шетінен айта берейін, что-то көп болып жатыр. Все, кеттік, давайте, варикоз дейді, кеттік. Лайкты басамыз енді, лайкты аямай басамыз. 71, жаңа 101 бәле адам отыр едік. Давайте лайкты 10.000-ға жеткізіп тастайық. Мен қазір варикоз жариятам, лайкты 10.000-ға жеткізіп тастайық. Құлақтарыңыз менде, саусақтарыңыз экранда болсын, лайкты аямай басамыз, сосын эфирді поделиться етеміз. Подарка жіберетін адамдарға welcome. Декретте жүріп, өзің ақша таппай жүрген болсаң, байыңнан ақша сұрай алмай, ақша сұрасаң да бетіңе баса берсе, үйдесің ғой, не қыласың деген болса, подарка жібермеңіздер. Декретте отырған әйелдер тек қана лайк бассаң, эфирді поделиться етсең, сол жетеді жаныма шейін сенен. Маған подарка жібермей қойсаңдар, рахмет. Просто лайк басып, эфирді поделиться етсеңдер болды. Өзің байыңнан ақша сұрай алмай, аламай жүргенде маған подарка жіберудің керегі жоқ. Кім нормальный табыс табады, жібере беріңдер. Мен өйтіп не қылмаймын, подарка деп ше, меркантильный адам емеспін. Айтады оны, меркантильный твар дейді ғой. Жоқ, ондай адам емеспін. Ақшаны ешқашан бірінші орынға қоймаған, маған ең бірінші принциптер, адамдық құндылықтар маңызды. Ол нәрседен аттамаған, иншалла аттамаймын деп ойлаймын өзім. Кеттік, варикоз нені білдіреді? Бірінші, бұл адамдар өзінің психоэмоционал тұрғыда көп көрсетеді. Араласқысы келмейтін адамдармен араласады, істегісі келмейтін жұмысты істейді, барғысы келмейтін жерлерге барады, өзгелердің көңіліне көп қарап қалады. Бәтиманың тойына бару керек, бірақ барғым келмей жатыр, неге жұмыстан шаршап келемін, бірақ бару керек дейді. Айналайын, барамайсың ба, той анаңды сал да, рахметіңді айт, болды, сен бармасаң той өтеді. Бірақ бұлар барады, өзін қылқындыра береді. И осы қылқындыру көбейіп кететін болса, ол эпилепсияға өтіп кетуі мүмкін. Түсінікті ма? Қайырлы кеш болсын. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш Амангүл ханым. Варикоз ауруы түсінікті ма? Түсінікті дегендер 1 деп жазсын, или я деп жазыңыздар. Енді екіншісі қайсысы жаңа? Давление ғой дейме? Екіншісі көп сұраған. Екінші көп сұраған ауру. Давление. Давление ауруы. Неғып что-то лайктарыңыз аз? Айнагүлден басқа ешкім лайк басып отқан жоқ. Айнагүл ханымнан басқа ешкім, Айнагүлден басқа ешкім лайк басып отқан жоқ, эфирді поделиться етіп отқан жоқ. Давайте, кімнің сұрағына, мына жерде кімнің лайк көп сұрағын жазсын. Мен соның сұрағына жауап беремін, болды.
кеш жарық, рахмет сізге дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Мына жерде қазір кімнің лайкі көп, соның сұрағына жауап беремін. Болды. Дәл осындай отношение ма, хамские отношение ма, через не хочу ма, менікі де через не хочу болады. Сендердің қолдап отқандарың, активтіліктерің маған ұнамай жатыр, шынын айтайын. Жаңағыдай варикоз бір бөле сұрақтарыңды қойыңдар. Давление Гүлзира қояды. Кеттік қазір. Гүлзира ханым примерно 0 шығар лайка. Жоқ, 295, нормально, жақсы. Кітап алайын дегенмін дейді. Баха, кітап алатын болсаңыз, міне таңыңды тыңда, Каспи магазиннен таңыңды тыңда деп жазасыз, или болмаса TikToktағы профиль шапочкадағы сілтемеге өтіңіз. Давление дейді. Айнагүл. Вот, 541 лайк Айнагүлде. Все. Кімнің лайкі соның сұрағына жауап беремін. Кеттік. Давление нені білдіреді? Бұл адамдар уайымшыл келеді. Екіншіден, мұрын сыймайтын жерге басын тыққысы келеді. Неге? Бұл адамдардан ешкім сұрамайды, көмектес деп, бірақ бұл адамдар постоянно көмектесуге, құтқаруға бейім келеді. Неге? Оның психологиялық себептері бар. Оның психологиялық себептерін білгіңіз келсе, мына кітапты аласыздар, оқисыздар. И бұлар өздері көтере алмайтын жүкті арқалап алған артық жауапкершілікпен артық жүктері өте көп. Мені ұмытпаңыз, ертең кітап алам дейді. Бүгін не аламадыңыз? Давление, все, айтылды, жоғары давление. Зоб астма дейді. Кеттік, мына лайка, кімнің лайкі көп, соның сұрағына жауап беремін. Маған ренжімеңіздер. Қандай? Вот 588, жақсы, точно дейді. Астма, кеттік. Айнұра ханым лайкты күшті басыпты. Астма, бұл адамдар әлсіз санайды өзін, хотя өзі әлсіз болмауы мүмкін, хотя әлсіз де болуы мүмкін. Бірақ сол әлсіздігін көрсетпеу үшін, компенсировать ету үшін тырысып деп өмір сүреді да, әлсіздігін жасыруға тырысады. И ол іштегі қысым артылып кететін болса, или геморрой, или живота грыжа животаға дайындала беріңдер, айналайын сендер. Күшеніп тырысып өмір сүрмеңдер. Әлсізсің ба, әлсіз деп мойында көмек сұраудан қорықпа, ұялма, айналайын сенен. И бергенді ұнатпайсың, алғанды ұнатасың, беруді де үйрену керек. Байыңа беруді, ақша беруді, внимание беруді, комплимент беруді үйрену керек. Жаңа келісіп едік па, ертең жазған едіңіз ғой. Мен бүгін жарты сағаттың ішіне табыңыздар деген. Жақсы, ертең WhatsApp-қа жазыңызшы, Әсем ханым, сізге бір не берейін. 3 сыйлықты алғыңыз келсе, қатты алғыңыз келіп жатыр екен. Жақсы, кеттік. Кеттік. Енді қай сұрақ? Астма айтылды. Гайморит неден дейді? Протрузия. Мен лайкты көрем. Сұрақ қойған адамның кімнің лайкі көп, соның сұрағына жауап берем. 436. Гаймориттікі. Протрузияныкі 626. Аяқ қақсау, Дембілдің анасы еді. Бұл кісіде лайк қанша екен? 430. Все, кеттік. Протрузия ауруынан бастаймыз. Протрузия, кеттік. Дайынсыңдар ма? Протрузия ауру осы жердегі қазір барлық адамның 90%, 95%-да шығады. Протрузия грыжа ауруының психосоматикалық себебі ішінен. Мен көп аурам, тәрбиеленіп, өтісіп, жазсам бұйырса. Иншалла. Кеттік. Протрузия грыжа ауруы кімге қызық? Бір деп жазсыншы, протрузия грыжа ауруы. Бәрінің белдерінің ауырады, мен білем. Мен көріп келемесмін. Бүйтіп стримға кіріп алып, Алла сақтасын, бір харам ширк нәрсемен айналыспаймын. Мен білем просто. Протрузия ауруымен мен жеке терапияға былай адам келеді, шынын айтайын. Мен отырып алып, көп адам сол жағы ауырып жатыр екен, бір емшілер, көріпкелдер шығып кеткен ғой, Алла сақтасын, эфирде отырып. Экранды айтамыз, Алла астағфирулланы 2 рет, айтамыз, экранды 2 рет басамыз деп. Құрсын. Мен айтамын сразу, лайк басыңдар, сұрақтарына жауап беремін, бермеймін деп. YouTube-анда мошенничествомен, харам нәрсемен айналыспаймын. Алланың өзі кешірсін, Алланың өзі сақтасын, жаңа адамдарға Алла дұрыс жолға салып хидаят берсін деп. Все, кеттік. Менікі дәңгәлін айтамын. Бар, жоқ, да, нет, келістік қой. Одан кейін мен андай деп отыратын бір анандай тибетский таулардағы бір монахты елестетпеңіздер, психолог, психосоматолог десе. Біз әрбір адамның темпераменті болады, ол туылғаннан болады. Менің темпераментім холерикке көп келеді. Сондықтан да мен үйтіп сангвиник, меланхолика келмейді менікі, құрсын. Жолдасының тізесі ауырып, құртып, нога деп келеді. Кеттік. Протрузия грыжа ауруы. Дайын болғандар бір деп жазсын. Протрузия грыжа ауруының 4 себебі бар. Алғашқы екеуі ең көп кездеседі, бірақ ең маңызды 3-ші, 4-шісі. Дайынсыңдар ма? Протрузия грыжа ауруының бірінші себебі бар. Страх бедности. Бұл адамдардың өмірде ақшамен байланысты проблемасы бар, қарыз, кредит тағы басқа. Или болмаса ақшамен байланысты мида қорқыныштар бар. Мына ақшаны жіберсе, маған айналып келе ма, келмей ма, табысым не болады дейді.
біріншісі. Екіншісі страх будущего, болашақтан қорқытады. Кредит не болады, үй не болады, ипотека не болады, машина не болады, квартплата не болады, ертең күні не болады, ақша не болады, тағы басқа деген сияқты қорқыныштар көп бұларда. Осы екі себеп белді жеп жатыр да, белді қысып жатыр. Осы кезде бел қатты ауырады. Жазыңдар. Кімде бірінші себебі шықты, бір деп жазсын. Екі шыққандар екі деп жазсын. Екеуде шықса бір, екі деп сразу жазыңыздар. Қазір үшінші, төртінші себебін айтам, Алла қаласа. Псориаз дейді, айтамыз қазір. Бел ауруын бітейік. Бір, екі, сразу шықты ма? Осы айтқандар бар менде. Бір деді, өтте тас. Все, кеттік. Үшінші, төртінші себебі қызық па? Үш, төрт қызық па? Дейді. Енді үшінші, төртінші себебін мына кітаптан оқып таба аласыздар. Мына кітаптың ішінде бәрі жазылған. Үшінші, төртінші себебін білгілеріңіз келеді, мына кітапты алып оқыңыздар. Немесе лайкымыз қазір 60 мыңға жеткенде айтатын боламын. Лайк 60 мыңға жетпесе, өкінішке орай естімейсіздер. Үшінші, төртінші себебін. Келесі сұрақ қоя беріңіздер. Кімнің лайкі жоқ, соның сұрағына жауап беремін. Лайк 60 мыңға жеткенде үшінші, төртінші себебін айтамын, немесе мына кітапты алып оқыңыздар. Все, кеттік. Жолдасымның тізесі ауырады, крутит нога деп келеді. Тізесі ауырса, бір бетке қырсық тәкаппарлау адам емес пе, өзінің ойынан қайтамайтын. Қанша тұрады кітап? 7800 теңге тұрады. Бүгін алған адамдарға керемет 3 сыйлық беріледі. Бағасы 1 миллион теңгеден асады. Тамақ неге қысылады? Зопты, қалған жерде ескеріп жүріңіздер. Гаймарит өтініш дейді. Все, кеттік, Гаймарит жайлы айтайық. Гаймарит 971 лайк. Желкем тартып ауырады. Назира Вертекс, сіздің лайкыңыз қанша? 1800 лайк. Ой, машалла. Не деген. Енді күшті лайк басыпсыз, бірақ мен алам деді. Айнагүл ханым, профильдағы сілтемеге өтсеңіз, Каспий магазиніне сілтемесі тұр. Енді Назира Вертекс, лайкты күшті басыпсыз. Сізде ол мүмкін біріншісі де бар, мүмкін екіншісі де бар, желке ауруының. Желке ауруының бірінші себебі желкедегі қырсықтық дейді. Сіз қырсық адамсыз, өзіңіздің ойыңыздан қайта алмайсыз, өзгелерге жол бере алмайсыз. Менің айтқаным болады дейсіз ғой. Упертый как осел дейді ғой. Осы сөз сол желкесі ауыратын адамдарға, мойны ауыратын адамдарға арналған. Менің де желкем, мойным көп ауыратын тұғын, тартылып қалатын тұғын. Мен сіздің жекеңізге келмесін, просто бұл мысал. Екіншісі, сіз оқиғаларға, адамдарға өте баяу или болса вообще бейімделе алмайсыз. И ол нәрселерді өзгерткіңіз келеді. Сіз тек қана менікі болса дейсіз. Түсініңіз ғой. И осы нәрсені денеңіз сізге айтып жатыр. Жаным әшейін жібер деп жатыр, Назира деп жатыр. Қай қала? Алматы. Қорқыныш болса да таңын тыңдау керек па? Қорқыныш болса да емес, қорқыныш болса бірінші таңын тыңдау керек. Өйткені денең айтып жатыр саған. Ұстап қалған оқиғаң бар, жібер, солардан арыл деп жатыр. Міне, паническая атака, үрей, қорқыныш, ВСД, вегетациялық дистания, барлығы невроз, неврит, бәрі мынаның ішінде жазылған. Аласыздар, оқисыздар. Түсініңіздер ғой. Гаймарит өтініш. Киста, молочный железі неден болады бәке? Сәкеу, маған қайнаға боласыз ғой сіз, қайнағаларға без очередь. Киста, адамның, кистаның себебі адамның жан тұлғасына алып жатқан соққылары көп, және де өз-өзін қорғай алмай жатыр. Киста ол адамды қорғап отырсыз. Молочный железі болса, бұл кісі әйел шығар, скорее всего. Жақсы анамын ба, жақсы келімін ба, жақсы әйелімін ба, жақсы жеңешемін ба, жақсы қайынсіңлімін ба деген сияқты вопростар бар өзіне. Сол жағынан бір критика тағы басқа болуы мүмкін, іштей өзін жеп жүрген болуы мүмкін. Ол енді ауырып жатқан адамның өзінен сұрамасаңыз, примерно мен айттым себептерін. Кітап қанша тұрады? 7800 теңге тұрады кітап. Каспий магазинінің ішінде бар. Каспий магазин сілтемесі профиль шапочкада тұр. Екінші нәрсе, осы кітапты бүгін алған адамдарға бағасы 1 миллион теңгеден асатын керемет 3 сыйлық береміз. Мен өте ақ көңілмін, мен қолым ашық, оны бәрі біледі. Осы жерде көріп отырғандар. Мен сияқты эфирда
стримға шығып алып тегін қаншама білімді тегін беретін психосоматологтар міне деп көрсетіңіздерші. Бәрі келеді да вебинарына обучениясына тығып жүреді. Мен сияқты разбор жасайтын жоқ демеймін, енді бір құдай біледі ғой, мен бәрін танымаймын ғой, өте аз. Поезда психосоматикасы мынаның ішінде бар, алыңыз оқыңыз. Или өзімді слишком қатты көтеріп жүрдім ба, өзіме көп алып қойдым ба, айтыңыздаршы. Өтірік болса өтірік деңіздер, рас десе рас деп айтыңыздар. Мені стримде бұрыннан көретін адамдар біледі ғой. Мен білімге жадын адам емеспін, мен білімді Алланың қалауымен өте қатты алғанды жақсы көремін. Аламда біліммен ақша аяған емеспін, аямаймын да. И тыңдайын деген құлақ болса мен жаза беремін, мен білемін дейді, мен бөлісе беремін. Өйткені Абай Құнанбаевтың мен фанатымын. Народный перевод бола ма? Народный перевод болады. Ол үшін тиктокқа жекеге жазыңызшы, Айнагүл ханым. Мен сізге перевод жасайтын номерді беремін, сосын WhatsApp номерді беремін. Қалай аламыз? Каспи магазинде бар. Рас сияқты ұнап жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Рамин айтқаныңыз, Каспи номерін жіберіңізші. Жекеге жазыңыздар. Юзер, Айнагүл деген кісілер. Мен жекеме жазыңыздар, WhatsApp номер айтам. Мен енді ғана тіркелдім сізге. Бақыт Исламова. Бақыт ханым, менің кім екенін білмейсіз ба? Таныстырып кетейін бе өзімді? Қызымның аяғы, қызы қышыма жару жеді. Таныстырып кетіңіздер десеңіз жазыңыздар. Қанша ол? 7800 теңге. И 3 сыйлық беріледі. Бағасы 1 миллион теңгеден асатын 3 сыйлық беріледі бүгін алатын адамдарға. Сіздің ана екінші номеріңізге жаздым. Кеттік. Гаймари, тітіркену, жек көру, қабылдай алмау. Скорее всего, байыңды ұнатпай жүрген шығарсың. Жек көріп, тітіркеніп, құрып кетеді. Неге? Өйткені тітіркену, жек көру, қабылдай алмау болады да, бірақ ішінен ол адамды жақсы көріп тұрасың. Екінші номеріңізге дейді. Жақсы, 2691 деген номерге жазыңыз. Өйткені іштегі қарама-қайшылық бар. Ол адамды жек көресің, бірақ қуып жүрсең, үйден іздейсің, жаным, әшейін қайықта жүр екен, қарны тоқ па екен, аш па екен, бекер ұрсып қойдың ба, ұрса бермейінше ертең бір басқа бір қатын тауып алып қойнына кіріп болмасын деген де ой кетеді. Күйгенімде сен сүйгенім деп жүресің. Мына аллергиктер, гайморит, синусит, мұрны не қылатындар, қышынып түшкіре беретіндер, барлығын сондай сындар үшін. Психосоматикадан қанша жыл тәжірибеңіз бар дейді. 4 жыл. Қараңыздар, Бақыт ханым, сосын тағы кім бар мені танымайтын, өзім таныстырып кетейінші. Есім Абилханов Бауыржан, мына жақта жазылып тұр. Абилханов Бауыржан, мына кітаптың авторымын. 4 мамандығым бар. Біріншісі дәрігер, 9 жылдық медициналық білім бар. 9 жыл өмірімді медицинадан білім алуға арнаған. Екінші психосоматологпын. 4 жылға жуық уақыт осы психосоматикада білім алып, шәкірттер оқытып, жеке терапиялар өткізіп, келе жатқан жайым бар. Жақында осы Юкшалдың тәнің тыңда кітабы шықты. Үшінші мамандығым психолог. Гештальт бағытын әлі де оқып жатырмын. 4-ші мамандығым қоздырып тастап кететін адам. Мен бүгін диетада отыруым керек еді, жаңа тәтті нәрсе жеп едім, кішкене кофе. Уже бетімнен қызыл нәрсе шықты. Мендегі аллергия жесткий берді. Менің өмірімде 2 оқиға болды, 2 себеп болды. Бірінші стресс болды, екіншісі тәттіден болды. Тамаша, Аллах берекесін артысын. Амин айтқаныңыз келсін. Кітаптың бағасы қанша? Кітаптың бағасы 7800 теңге. Міне 15 жылдық арманым, кітап жазам деген 5 айлық еңбегім, 15 жылдық тәжірибеммен білімімді осы кітаптың ішіне салдым. Кіржан, айтыңызшы, страх бедности, страх будущего. Ақшамен байланысты проблемалар немесе қорқыныш, және де болашақпен байланысты қорқыныштар, содан болады Кіржанікі. Грыжа позвоночника болса, найманка. Грыжа живота болса, ол басқа себеп. Шымкентке қалай аламыз? Каспи магазин алдырасыз. Ағмарал ханым, Каспи магазиннің ішінде бар.